Александр Пушкин көшесі Жұмабек Тәшенов көшесінен басталып, Евразия орамында аяқталады. Ахмет Жұбанов, Жәнібек Тархан, Кенесары көшелерімен Абай, Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылдарын қиып өтеді. Ұзындығы 4917,2 метр. Александр Сергеевич Пушкин классикалық орыс әдебиетінің негізін қалаушы, ақын. Ол орыс халқының әдебиетін жаңа арнаға бұрып, әдебиетті жаңаша дамытып, өркендетуге мүмкіндік берді. Қазақ даласында Пушкин мұрасына айрықша көңіл аударып, қазақ халқына танытқандардың қатарында Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин болды. Пушкин көшесі Елордадағы Ақбұлақ өзені жағалауының бойында жатыр. Жағалауды қала тұрғындары Грибной канал деп атап кеткен. Көше бойында синагога, ғылыми кітапхана орналасқан. Аталмыш көшеде Қазақстанның жетекші жоғарғы оқу орындарының бірі Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің бас ғимараты бар. Білім ордасы алдындағы Ақбұлақ өзенінің үстіндегі қос көпір талай жастардың сүйікті мекені.